Сәлем менің каналымдағы барлық оқырмандарым, қалай сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге Infindus компаниясының витамин С таблеткасын сіздерге экспериментімен қосып таныстырып бермекшімін. Витамин С адамның иммунитетін көтереді. Иммунитетті көтерумен бірге ішектегі тотыққан реакцияласқан заттардың тотығуын жоғалтады. Бұның құрамында 6 үлкен жемістің сығындысынан жасалған. Қызыл чие, сиыр бүлдірген, қой бүлдірген, қызыл бүлдірген дейді. Соған тектес 6 үлкен жемістің сығындысынан жасалған. Витамин С құрамы 5000 мг, 5000%. Енді витамин С-ның ролын көптеген ханымдар біледі, қыздар да осы витамин С қыздар үшін өте қажетті. Біздің ішегіміздегі реакцияласқан тотыққан заттарды жоғалту арқылы, ішегімізді тазарту арқылы терімізді тұнытады, теріміздегі дақ, безек бөрткендерді жоғалтады. Теріні жасарту ролы бар. Енді мен сіздерге бұны әмәлият арқылы тәжірибе көрсетейін. Мына 2 бутылкаға су біздің ішегіміз дейік. Ал енді ішегіміздегі йодты білеміз. Йод тез тотыққыш. Қолымызға тиіп кетсе кетпей қалады. Ал енді мына 2 суды біз ішегіміздегі лас заттар етіп тотықтырайық. Мына 2 біздің ішегіміздегі тотыққан реакцияласқан заттар. Ал енді мынаған күрішті. Күріш біздің бетіміздегі биолог деп. Мына күрішті қарайтын болсақ, қарайып кетті. Терімізге дақ түсті, ішегіміз қарайды. Ішектерімізде үлкендер етіміз қандай болып кетеді? Қарайып кетеді. Ал енді бұған біз витамин С-ны біреуіне жегізіп көрейік. Витамин С-ны шайнап жейсіздер. Тамақтан кейін шайнап жесеңіздер, тамақтың реакцияласқан нелерін жоғалтады. Ал енді мынаған витамин С-ны жедік. Ал мынау жай суда ішектегі жүрген. Бір шайқағанда қайтты, ағарып кетті. Ал енді мынадағын көріңіз. Мына біздің ішегіміздегі ласы, ішектегі қалған қалдықтар. Осы асқына беріп күнде жеген тамағымыз реакцияласа беру арқылы терімізге дақ түседі, теріміз кәртейе бастайды. Ал мына витамин С-ны жеген күрішімізді қарасақ, күрішімізде ағарып кетті. Мына қарасаңыз, ал мынадағы күрішті мәселеге суын тұстап көрейік. Күріш қап-қарап тұр. Ал мынаған құйсақ, қалған қалдығының өзі суда ағартып кетті. Күріштің өзі міне. Ал мынадағы күрішке құятын болсақ, ағартып жібереді. Күрішімізді тұрған сайын ағартады. Күрішіміз тұрған сайын ағартып жатыр. Бұдан біз жаңа витамин С-ның ролын біліп отырмыз. Сол үшін витамин С-ны балалар болсын, үлкендер болсын, сөзсіз міндетті түрде витамин С таблеткасын жеу керек. Витамин С құрамы 5000 мг, 5000% деп тұр. Балаларға да өте жақсы өнім. Ішектегі тотыққан, реакцияласқан, қарайған заттарды жоғалтады. Ішекті тазалайды, қанды тазартады, иммунитетіңізді арттырады.